Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қамыры үгітіліп тұратын өте дәмді осындай сочники дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майды салып, үстіне қант қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң үстіне қаймағымызды және жұмыртқамызды салып, тағы бір миксерлейміз. Достар, барлық қажетті заттардың мөлшерін мен описанияға жазып қалдырдым. Енді ұнымызды осылай барлығын сала берсе болады. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Және бір шай қасық разрыхлителімізді саламыз. Қамырымызды бірінші осылай лопатканың көмегімен араластырып алуға болады. Ал содан соң икемге келген соң қолымызбен жақсылап қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз бір-біріне өте тез бірігеді және жұп-жұмсақ иілгіш қамыр шығады. Мінеки біздің жұп-жұмсақ қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа минимум 1 сағатқа қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге осындай ірімшік қажет. Менде дүкеннің ірімшігі, паста разный осындай ұсақ. Егер сіздер үйдің ірімшігін пайдаланатын болсаңыздар, міндетті түрде блендердің көмегімен езіп алғандарыңыз дұрыс болады. Енді ірімшігіміздің үстіне қантымызды, қаймақты және жұмыртқаны салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Содан соң осылай шай қасықтың ұшымен ванилин немесе 1 шай қасық ванильный сахар қосып жерсеңіздер де болады. Және ұнымызды електен өткізіп салып, барлығын тағы бір жақсылап араластырамыз. Содан кейін үстеліміздің үстіне кішкене ұн сеуіп, тоңазытқыштан қамырымызды алып шығып, өзімізге ыңғайлы болу үшін 2-ге бөліп аламыз. Бұл жерде тоңазытқыштан шыққан қамырымыз қатты күйде өзінің формасын жақсы ұстайды. Біздің қамырымыздың қалыңдығы шамамен осындай жұқалықта болуы қажет. Қамырды мен осындай арнайы формочкамен кесіп алдым. Шеттері ирек, сәнді болып көрінеді. Сіздерде бұндай форма болмаса, қарапайым кесемен пышақтың көмегімен дөңгелетіп кесіп алсаңыздар да болады. Екінші қамырымызды да дәл осылай ысып дөңгелекшелерді кесіп алатын боламыз. Және қамырдың шетінде осылай қалып жатқан қалдықтар бір-біріне оңай бірігеді. Оның барлығын ысып, осылай дөңгелекшелер жасап шығамыз. Дайын болған дөңгелекшелерімізге біздің мана дайындап қойған сүзбелі массамыздан 1 ас қасықтан барлығына салып шығамыз. Салмасын барлығына жеткізіп салып шыққаннан кейін, видеода көріп тұрғандарыңыздай бетін бір жақ қабатымен жауып, екі жақ шетінен қамырымызды басып шығамыз. Дайын болған сочниктерімізді бірден противенге орналастырып, бетіне мана қалған жұмыртқаның сарысын үстіне аздаған сүт қосып жағып шығамыз. Және қызып тұрған 200 градус пеште 25-30 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Дәмі деген енді тіл үйіреді, өте дәмді. Міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Мөлдір.